Hello guys, сіздермен бүгін Анибум 01 арнасы. Бүгін біз Ragnarok or Record, ақыры заман туралы аңыз аты анимесін қысқаша түсіндіріп беремін. Көп созбай, бастайық. Лю Бу күлімсіреп көз жұмған кезде, Лю Бэй, Гуан Ю және Джан Фэй қаза тапқан қаһармандарына арнап тост көтереді. Осы уақытта құдайлар адамдарды мазақ етіп, олардың жеңіске еш мүмкіндігі болмағанын айтады. Көңілі түсіп кеткен Тор аренадан шығып кетуге бет алады. Алайда Ченгун бастаған Лю Буның әскерімен қызыл қоян қожайынсыз өмір сүрудің мәні жоқ екенін айтып, онымен бірге өлгілері келетінін білдіреді де, Торға қарай шабуылдайды. Тор бұған келісіп, мұны досы Лю Буға арналған құрбандық деп атап, күлімсіреп тұрған Лю Буның әскерін қырып салады. Гөл Лю Бу мен Рангризге енді не болатынын ойлап уайымдайды. Брунхильда оларға кейін деген ұғым жоқ екенін түсіндіреді. Брунхильда бұл жекпе-жек жанның шайқасы екенін айтады. Жан бір рет күйресе, оны қалпына келтіру, қайта туу немесе құтқару мүмкін емес. Олар мүлде жойылып, шаңға айналады. Гөл Брунхильданың Рангризді енді ешқашан көрмейтіндеріне қайғырмай тұрғанына ренжиді. Алайда Брунхильда оған айқайлап, қайғырып тұрсаң, құдайды өлтіре алмайсың дейді. Содан кейін олар Брунхильданың бөлмесіне қайтады. Онда Брунхильда келесі жауынгерді таңдайды. Алғашқы адам әрі құдайларды ең қатты жек көретін Жан. Вальхалла аренасы қайта қалпына келтіріледі. Хеймдаль пайда болып, екінші раундтың жауынгерлерін таныстырады. Алдымен ол адамзат жағындағы жауынгерді жариялайды. Арена ортасында платформа көтеріліп, оны аспанға шығарады. Сол сәтте жануарлар пайда болып, платформаны қоршап алады. Хеймдаль оның өзін адам деп атағанын, құдайдан туғанымен оған қарсы шыққанын айтады. Ол бастапқы күнә үшін айыпталып, құдайларды кез келген адамнан артық жек көреді. Бүкіл адамзаттың әкесі адам. Көрермендер адамды қолдап айқайлай бастайды. Адам қызыл алманы тістеп, түкіріп тастап, оның қышқыл екенін айтады. Құдайлар оны Лю Бу сияқты әсерлі емес деп санайды. Ал Афродита оны сүйкімді деп табады. Хеймдаль құдайлар жағындағы жауынгерді таныстыруды жалғастырып, Үндістанның ең күшті құдайын шақырады. Алайда дәлізден ешкім шықпайды. Сол сәтте Хеймдаль хабарлама алып, жауынгерлердің реті өзгергенін біледі. Музыка ойнай бастайды. Моцарт пен Бах бұл Бахтың G шегіндегі ариясы екенін түсінеді. Алайда Бах бұл шығарманың бұдан әдемі орындалуын ешқашан естімегенін айтады. Гермес скрипкада ойнап сахнаға шығады. Хеймдаль таныстыруды жалғастырып, адамға қарсы шығатын құдай Зевс екенін жариялайды. Гөл мен Брунхильда қатты таңғалады. Ал адамдар мына қарт шынымен соғыса ала ма деп күмәнданады. Зевс Гермеске өзінің кіріспе әуенін ойнауды бұйырады. Гермес қатты қуанады. Себебі G даласындағы ұлы қырғын шығармасын орындамағанына бірнеше ғасыр болған еді. Ол қосымша скрипкаларды шақырып ойнай бастайды. Ал Зевс билей жөнеледі. Хеймдаль адамзаттың әкесі болса, Зевс GFOC, яғни ғарыштың құдай әкесі екенін айтады. Құдайлар GFOS деп ұрандай бастайды. Хеймдаль Зевстің бір кездері ең күшті құдайды анықтау үшін болған Китана Махияны бастағанын және өз әкесі Кроносты өлтіргенін түсіндіреді. Зевс билеп тұрған кезде оның бұлшық еттері ұлғайып, денесі жойқын күшке толады. Адамдар бұл Зевс екеніне сенбей таң қалады. Ал Брунхильда Зевстің дәл екінші раундта шығуын мүлде күтпеген еді. Екінші шайқас жарияланбас бұрын Шива аренға шығуға дайындалады. Шива қарсыласын бір сәтте күлге айналдырып жібермеу үшін өзін ұстап тұруды шешеді. Сол сәтте Зевс Шиваның өйғынан қағып, енді кезек менікі дейді. Шива бұған қарсы шығып, кезек өзінікі екенін, ал Зевс соңынан шығатынын айтады. Бірақ Зевс тоқтамай, өзінікі екенін қайта-қайта айта береді. Шива қатты ашуланады, алайда Зевс оны күштеп тізерлетіп тастайды. Бұған таң қалған Шива ақыры кезегін береді. Ашулы болса да, дәл қазір Зевспен бірнеше раунд төбелескісі келетінін айтады. Алайда Зевс қозғалмай қояды. Уақыт өте, Шива сабасына түсіп, Зевске
саған қарыздармын дейді. Зевс бұған қатты қуанып, күре бастайды да аренға қарай бет алады. Ал Гермес олардың төбелеспегеніне көңілі түседі. Екінші раунд басталуға жақын. Арес Гермеске келіп қасына отырады. Зевс адамнан: «Бөліндіре алмайсың ба? Онсыз шайқас бір сәтте бітеді», деп сұрайды. Адам аспанға нұсқап: «Валькирия әлдеқашан осында», дейді. Аспанда Пегасқа мінген Регинлейф көрінеді. Брунхильда оның адамға ең лайықты Валькирия екенін айтады. Жетінші Валькирия Регинлейф, құдайлардың қызы. Регинлейф төмен секіріп түсіп, адамға қолын беруді сұрайды. Олардың жүректері бір толқында болуы керек екенін айтады. Олар қол тигізген сәтте Регинлейф вөліндірге айналып, адамның оң қолында кастетке, нақылдастыр айналады. Зевс адамның қаруын мақтайды. Адам келісіп, Зевсті досым деп атап, оның қаруы қайда екенін сұрайды. Зевс жалаң жұдырықпен соғысатынын айтады. Өйткені қарсыласының сүйектерінің сықырын естігісі келеді. Адам болса, бұған өкінетінін ескертеді. Зевс жекпе-жекті бастап, 0,10 секундтың ішінде адамға жетіп келіп, соққы жасауға тырысады. Алайда адам оңай жалтарады. Зевс жылдамдығын арттырып, метеор джаб әдісін 0,10 мыңнан 1 секундта қолданады. Бірақ адам бәрінен де жалтарады. Зевс жылдамдығын тағы арттырып, 0,1 миллионнан 1 секундта соққы жасайды. Адам қағыда сылқ етеді. Зевс бірден аяқпен соққы жасайды. Divine Axe. Адамның төменгі денесіне бағыттайды. Адам секіріп, шабуылдан қашады. Зевс қатты қызығып: «Қашумен ешқайда жете алмайсың», дейді. Адам мұны білетінін айтып, 0,10-нан 1 секундта қарсы шабуыл жасап, Зевстің бетінде кішкентай жара қалдырады. Содан кейін адам жылдамдығын арттырып, Зевстің метеор джаб әдісін көшіріп қолданады. Барлық соққылары Зевске тиеді. Артынша Divine Axe әдісінде көшіріп, Зевстің аяғынан соғады. Гөл адамның құдайлардың әдістерін көшіре алатынына таң қалады. Брунхильда оған түсіндіреді. Адам құдайдың бейнесінде жаратылған, сондықтан ол көрген кез келген құдайлық әдісті өз қабілеті Divine Reflection арқылы көшіре алады. Зевс адамның мүмкіндігіне риза болып, келесі шабуылынан қаша ала ма деп ойланады. Ол арнайы аяқ қимылдарын жасап, адамның айналасында аса жоғары жылдамдықпен қозғала бастайды. Соңында аяқпен соққы жасауға ұмтылады. Алайда адам тағы да жалтарып, сол аяқ қимылдарын көшіріп, керісінше Зевсті тебеді. Зевс қабырғаға соғылып, жерге құлайды. Адам: «Мен мұны жасағым келмейді, бірақ бұл жарыс», деп ата Зевстен кешірім сұрайды. Мұны естіген Зевс одан сайын күшейеді. Ол жаңа шабуыл дайындап, адам оны көшіре ала ма деп ойлайды. Бұрын Титаномахия кезінде ғаламдағы ең күшті құдайды анықтаған шайқаста жас Зевс қарсыластарының бәрін бірде-бір соққы алмай жеңген. Бірақ әкесі Кроносқа қарсы шыққанда көріп үлгермеген соққыны егінен алады. Соған қарамастан Зевс Кроносты жеңіп, басын жаншып тастайды. Ол әкесінің сол әдісін үйреніп, оны уақыттан асқан жұдырық, The Fist That Surpassed Time деп атайды. Зевс бұл әдісті адамға қарсы қолданғанда уақыт тоқтап қалғандай болады. Бірақ адам бұл соққыны да көшіріп, Зевстің өзіне қарсы қолданады. Зевс жерге құлап, барлық көрермендерді қатты таң қалдырады.